Номер 6 өте оңай есеп. Яғни бізде қандай да бір тізбек берілген фигуралардың 24-ші орында қандай фигура тұрғанын анықтаңыз. Яғни байқасақ бізде 1, 2, 3, 4, 5 фигура бар. Яғни 5-ші фигурадан кейін қайтадан бізде дөңгелек болады. Дөңгелек соң кейін тағы да 1, 2, 3, 4, 5 және қайтадан бізде дөңгелек болады. Яғни біз байқасақ бізде әр 5 фигура сайын бізде ою өрнек қайталанады. Яғни бізде ең соңында тұратын 6 бұрыш ол 5-ші элемент болады, 10-ші элемент болады. Яғни 5-ке бөлінетін сан болады. Яғни 25-ші элемент байқасақ ол бізде 6 бұрыш болады. Ал 24-ші элемент, яғни оған дейінгі тұрған элемент, яғни ол бізде 5 бұрыш болады. Яғни осы қатарынан сізде салуға уақыт болмайды. Бүкіл фигураларды сіз ойша аласыз. Мысалы 5 фигура қайталанады, яғни соңғы фигура 5-ші, қайтадан соңғы фигура 10-ші, яғни 5-ке бөлінетін фигура ол ең соңында тұрады. Яғни не одан ары фигура болады, не бері фигура болады. Жауап Е бізде. Жауапты көрсетейін қазір сізге. Жауап Е. 5-ші фигура, 24-ші орындағы фигура бізде 5 бұрыш болады.